Сәлем достар, мен бүгін сіздерге жануарлар жайлы, нақтырақ айтқанда иттер жайлы мейірімге толы «Хвостатый переполох» деген Корей елінің киносын қысқаша мазмұндап беретін боламын. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Киноның басында бір ер адам иттерді емдейтін үйге келеді. Ол осы ғимаратты жалға беруші адам екен. Әйелдер одан осы ғимаратты жалға алып, иттерді емдейтін клиника қылып алыпты. Жалға беруші адам болса, иттерді жақтырмайды екен. Ол оларға 3 айдан кейін осы жерді босатуларын сұрайды. Содан кейін бір қызды көрсетеді. Ол әкесімен бірге бір үйге келеді. Оны анасы қарсы алып, өзінің жаңа бөлмесіне әкеледі. Бірақ қыздың көңіл күйі мүлдем болмайды. Кейін бір жігіт, бір итті заттарымен бірге үйіне алып келеді. Одан кейін бір профессорды көрсетеді. Ол үйлердің жобасымен айналысатын, яғни архитектор екен. Ол бір конференцияда сөз сөйлеп тұрады. Әлгі кішкентай қыз тамағын дұрыс ішпей бөлмесіне кетіп қалады. Оның анасы бұған дейін бірнеше рет эко істетсе де көтере алмағанын есіне алады. Содан олар екеуі ақылдасып бала асырап алмақшы болған екен. Солай олар жетімдер үйіне барып, бір қызды көріп ұнатып қалып, сол қызды асырап алып, өз үйлеріне алып келіпті. Яғни ол қыздың көңіл күйінің болмау себебі жаңа жерге, жаңа отбасына келуіне байланысты екен. Әлгі жалға беруші адам үйінен шығып бара жатқанда бір көлік байқамай бұның көлігін соғып кетіп, ішінен бір әйел атып шығады да тезірек итіне көмектесулерін сұрайды. Ветеринар ол иттің жағдайы өте нашар екенін айтады. Оған профессор да өз итін көрсетуге алып келген екен. Профессор сыртқа шыққан кезде жалға беруші адамның, оның аты Ко мырза екен, санаторий салудағы жобаларын көріп қалып, оған жануарлармен бірге кіргізетін санаторий салғанын дұрыс болады деп өзінің ақылын айтады. Ко мырза оның әйгілі профессор Чон Мин Со екенін танып қалады. Кейін Ко мырзаның жұмыс істейтін жерінде санаторийға қатысты жиналыс өтіп жатады. Бір адам өзінің жобасын ұсынады. Ол бірақ председательға ұнамай қалады. Сол кезде Ко мырза шығып профессордың оған айтқан сөздерін айтып, оларды өз назарына аударады. Яғни адамдарды үй жануарларымен бірге кіргізетін санаторий салу қажет екенін айтады. Председатель оған көңіл аударып, 2 аптадан кейін жоба дайын болғанда тағы да келетіндерін айтады. Профессор шаршап үйіне келгенде кенеттен жүрегі ұстап талып қалады. Оны жолда кетіп бара жатқан жеткізу қызметінде істейтін бір жігіт байқап қалып, жедел жәрдем шақырады. Жедел жәрдем профессорды ауруханаға алып кетіп бара жатқанда иті оны қимай, сол жедел жәрдемнің соңынан жүгіре жөнеледі. Қап, осы кезде иттің аяныштысына-ай. Содан ол ит жолда адасып қалады. Келесі күні сол итті кішкентай қыз тауып алады. Ол ата-анасына итті үйлеріне кіргізіп, жылытып, тамақ берейік деп ұсыныс білдіреді. Ата-анасы оның көңілін қимай, рұқсаттарын береді. Бір уақытта ауруханадағы профессор есін жияды. Ол ояна сала өзінің итін іздей бастайды. Кейін жеткізу қызметінде істейтін жігітке қоңырау шалып, иті жайлы сұрайды. Сосын екеуі итті іздеу жайлы қағазды әрбір жерге іліп қояды. Кейін әлгі ветеринар әйел мен Ко мырза дәмханада кездесіп қалады. Ко мырза оған алғысын білдіріп, профессормен таныстыруын сұрайды. Екеуі сөйлесіп отырғанда ветеринар әйел бір итті көріп қалып, оны қуа жөнеледі. Ол ит ұстатпай өзінің тұратын жеріне кіріп кетеді. Әнші жігіт таңертең оянғанда иттің басының диванның астына қыстырылып қалғанын көріп, оны тез арада ветеринарға жеткізеді. Ол ит Сучон деген өзінің иесінің шашына тағатынын жұтып қойып, асқазаны жұмыс істемей қалған екен. Әнші жігіт оны үйіне алып келеді де итке жазып берген дәрілерді жегізбекші болады. Бірақ ол ит оларды аузына салғанмен қайтадан түкіріп тастап отырады. Сол кезде қыздың бұрынғы жігіті келіп қалып, дәріні бананның арасына салып оған жегізеді. Сосын екеуі иттің иесі Сучон деген қыз жайлы әңгіме қозғайды. Ол
қыз Африкаға ерікті болып жұмыс жасауға кетіпті. Кішкентай қыз тауып алған профессордың итіне дыбыс шығармауын, егер шуласа оларды қайтадан жетімдер үйіне апарып тастайтынын айтып отырады. Оны анасы естіп қалып, одан не себепті олай айтқанын сұрайды. Ол өзінің жетімдер үйіндегі құрбысын асырап алған адамдар оның көп тамақ ішіп шулағаны үшін қайтадан жетімдер үйіне әкеліп тастағанын айтады. Оған асырап алған анасы оны енді еш қайда апармайтынын айтып жұбатады. Содан кейін қыз бұрынғыдан қарағанда тамақты жақсырақ жеп, ата-анасымен сөйлесіп бастайды. Бұл мырза үйіне келе жатқанда бағанаға ветеринар ұстай алмай қалған итті көріп қалып, оны ветеринарға алып келеді. Ветеринар әйел оны тексеріп болып, бұл мырзаға оларда орын жоқ екенін айтып, өзінің үйіне алып кетуін сұрайды. Бұл мырза итті өзінің үйіне алып келіп, оған мейірімділігін танытады. Кейін ветеринар әйел бұл мырзаға профессормен кездесу ұйымдастырады. Бұл мырза профессордан санаторий жобасына көмектесуін сұрайды. Профессор оған ветеринар әйел мен сіздің айырмашылығыңыз неде деген сұрақ қояды. Бұл мырза оған ойланып жауап бере алмайды. Содан кейін профессор үн-түнсіз ештеңені тыңдамастан кетіп қалады. Бұл мырзаның көлігін соққан әйел итін аурудан қиналмас үшін ветеринарға укол бергіздіріп, итін о дүниеге аттандырады. Соны ойлап ветеринар әйел жылап отырғанда оған Ко мырза келеді. Сол кезде ветеринар әйел оған бүгін болған жағдайды айтып береді. Ко мырза болса оған мүмкін ол ит ауырса да өмірінің соңына дейін өзінің иесімен бірге болғысы келген шығар деп ветеринарға дұрыс істемегендігін айтады. Содан кейін ветеринар одан сайын өзін кінәлап көңілі босап кетеді. Кішкентай қыздың әкесі жолда жүгіріп бара жатып профессордың итінің жоғалғаны жайлы ілген іздеу қағазын көріп қалады. Сосын ол үйіне келіп сол қағазды әйеліне көрсетеді. Әйелі ол қағазды көрмегендей болып жүре берейік десе, күйеуі олай істеген дұрыс емес деп екеуі не істелерін білмей ойланып қалады. Сол күні әнші жігіт үйіне келе жатқанда қызының бұрынғы жігіті оған қызының, яғни иттің иесінің енді келмейтінін, оның өліп қалғандығын айтады. Жерлеу рәсімінде оның жол апатына түскені белгілі болады. Итті сезгендей бір түрлі болып қалады. Қыздың бұрынғы жігіті итті өзімен бірге Америка құрама штаттарына алып кететінін айтады. Ал кішкентай қызға анасы итті иесінің іздеп жатқандығы жайлы айтып, қыз итті қимаса да оны үйіне қайтаруға көнеді. Бұл мырза ветеринар әйелден өткенде айтқан сөздері үшін кешірім сұрап, сосын оған бала кезінде оның да иті болғанын, екеуі ажырамас дос болып, бір күні ол ит ауырып қалып қайтыс болғандығын айтады. Солай екеуі бірігіп иттерді асырауға беретін компания жасауға келіседі. Профессор болса әлі де итінің жоғалғаны жайлы қағазды әр жерге іліп жүреді. Сол кезде оған біреу қоңырау шалады. Содан кейін ол кішкентай қыздың үйіне келеді. Итті сезгенде есікке қарай жүгіре жөнеледі. Солай екеуі бір-бірін көріп, құшақтап, сағыныштарын басады. Қыз болса итті қимай жылап қалады. Профессор үйіне барып ойланып отырғанда оған жеткізу қызметінде істейтін жігіт келіп, суши әкеліп береді. Профессор оған бір визитка беріп, сағат 2-де сол жерге келуін айтады. Бұл мырза санаторий салудағы жобасын председательдің алдында қорғайды. Оның жобасы председательдің көңілінен шығып, осы жобаны қабылдайды. Жеткізу қызметінде істейтін жігіт профессордың берген визиткасындағы мекен-жайға келеді. Онда профессор да отырады. Ол жерде ағаштан бұйымдар жасайды екен. Профессор бұл жігіттің ағаштан бұйым жасайтын талантын байқап қалып, оның сол жағына көңілін бөліп, нағыз маманнан жақсылап үйреніп алуы үшін шақырыпты. Кейін иттерді асырауға беретін компанияның ашылу салтанаты болып жатады. Онда профессор мен кішкентай қыз кездесіп қалып, профессор кішкентай қызға өзінің емделу керек екенін айтып, Ванданы, яғни итті бұған беретінін айтады. Қыз әрине бұны естіп қуанып қалады. Вандаға да жаңа қожайыны ұнайтын секілді. Солай барлығы компанияның ашылу салтанатын тамашалап тұрады. Әнші жігіт сахнаға шығып ән айтқалы жатқанда, әлгі бұрынғы қызының иті жүгіріп келеді. Солай ол қуаны барлығы бұларға сүйсіне
өзіне қарап тұрады. Содан кейін әнші жігіт пен кішкентай қыздың әкесі қосылып ән айтады. Қожайын мен ветеринар әйел болса сол кезде бір-біріне сезімдерін білдіреді. Солай барлығы әнді тыңдап мәз-мейрам болып тұрғанда кино да аяқталады. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеоларымызды жоғалтып алмас үшін каналымызға тіркеліп кетіңіздер.